Сәлеметсіздер ме? 6 сынып оқушылары, біз бүгінгі видеода қазақ әдебиетінен 1-тоқсанға арналған бірінші бір жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: берілген үзіндіден көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені анықтаңыз. Аяз би әділ болды, тура билік етті, нашарларға қарасты. Баяғы өзінің жыртық тоны мен жаман тымағын ордасының маңдайшасына шегелеп қойды. Кейде хандықпен көңілі ауытқып, тура жолдан таяйын десе, шегелеулі тоны мен тымағына қарап, «Ай, Аяз, баймын деп аспа, ханмын деп таспа. Аяз әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл» деп көңілін басушы еді дейді. Берілген үзіндіде көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселе әділдік пен қарапайымдылықтың маңыздылығы. Аяз бидің билік басына келген кезде де өзінің бұрынғы өмірін ұмытпауы, яғни байлық пен билікке масаттанбай, қарапайым халықтың жағдайын түсіне білуі басты тақырып болып табылады. Ол халыққа әділ қызмет ету үшін өзінің жыртық тоны мен жаман тымағын еске түсіріп, халықпен бірдей екенін ұмытпаған. Жалпы үзіндіде әлеуметтік теңдік пен әділ билік мәселесі көтеріліп, биліктегі адам өзін тым жоғары санамай, халыққа адал қызмет ету қажеттілігі айтылған. Келесі екінші тапсырма: бос бағанды толтырыңыз. Жырдың тақырыбы алып ертонға. Әдеби жанры батырлар жыры, жоқтау жыры. Негізгі идеясы: жырдың негізгі идеясы батырдың ерлігі мен халыққа жасаған қызметінің мәңгі есте сақталуы, адамның өмірі өткінші болғанымен, оның артында қалдырған ісі мен атының мәңгілік болуы, және қайсарлық, отансүйгіштік, ерлікке баулу мен ұрпақтан ұрпаққа ата-баба мұрасын жеткізу идеясы айқын көрініс тапқан. Жыр сюжеті: жалпы сюжет батырдың өмірі мен ерліктерін дәріптеумен басталып, оның өлімі және халықтың жоқтауымен аяқталады. Үшінші тапсырма: жырдағы автордың бейнесін, ойын анықтаңыз. Автордың ойы өмір мен өлімнің, дүниенің өткіншілігі мен қайғы қасіреттің тереңдігін түсіну. Ол алып ертонғаның өлімі арқылы халықтың басындағы ауыртпалықты, сонымен қатар уақыттың өзгеруінің әсерін көрсетеді. Автордың бейнесі енді жүрек жыртылар деген жолдарда терең мұңы мен қайғысы арқылы байқалады. Батырдың өлімі халық үшін ауыр соққы болып табылады, және автор осы сезімдерді шынайы әрі әсерлі түрде жеткізеді. Осымен ПЖБ тапсырмасы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.